Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті қыс мезгіліндегі мұз үстінде балық аулау қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауды ескертеді. Балық аулауға шығар алдында ауа райына мән беруіңіз жөн. Балық аулауға шығар алдында қай жерде балық ұстайтыныңызды туыстарға айтып қойыңыз. Өзімен бірге су, тамақ қоры, дәрілер, байланыс құралдары болу керек. Аулау жерін жағажайдан таңдағанда батпақ және тағы да басқа тайғақ жерлерден аулақ жүріңіз. Су айдынына шығар алдында қайықтың күйін тиянақты тексеріңіз. Ағып жатпасын, ескектер жөнделу болу керек. Міндетті түрде қайықтың ішінде құтқару дөңгелегі, белбеу немесе жилет, шелек немесе басқа да суды сарқып алу үшін ыдыс болу керек. Қайықты артық теу керек емес. Жүзе алмайтын адамдарға қайықтан балық аулауға болмайды. Аулау кезінде асықпаңыз, жалт қимыл жасамаңыз. Егерде үрлемелі қайықты жүзіп кетсеңіз, спиннингті орауыштарды, қармақтарды және де басқа құралдарды ұқыпты қолданыңыз. Балық аулаудың негізгі ережесі бұл қайғылы оқиғаларды болдырмау. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті балық аулау кезіндегі қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады.